Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 3 жасқа арналған алжапқыш тігетін боламыз. Видеомызды қарамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мына бізде ұл балаларға арналған алжапқыш. Енді біз осының қызға арналған алжапқышын тігетін боламыз. Ең алдымен біздер алжапқышымыздың өлшемдерін сызып аламыз осылай. Черновикке сызып алсаңыздар болады. Енді сіздер қарап тұрсаңыздар, алжапқыштың өлшемдерін айта кетейін. Мінекей, бұлай 31 сантиметр, міне осылай общий 31 сантиметр, ал жоғарыдан төмен қарай 40 сантиметр плюс 4 сантиметр қайратын жері общий сонда 44 сантиметр болады. Және де мына жаққа қарай міне общий 16 сантиметр, төмен қарай 13, қолтық асты 7,5 сантиметр болады. Қолтық астарын мінекей осылай ось қылып істейсіздер. Сызып алғаннан кейін екі баулығына 30 сантиметрден ұзындығы ені 4 сантиметр болады. Ал мойынға ілгіші 50 сантиметр, ені 5 сантиметр болады. Осылай бар қажетті материалымызды қиып дайындап аламыз. Мінекей мен осылай дайындап қиып алдым. Көк гүлді түстен. Мінекей осылай бәрін қиып дайындап аласыздар. Сосын тігуге кірісеміз. Ол үшін бізге мінекей материалымыз, қиылған материалымыз қажет. Екі баулығын және мойындығын мінекей кесіп дайындап аламыз. Мынау бізде мойындағы ені 5 сантиметр, ұзындығы 50 сантиметр. Ал екі жағындағы баулығы ені 4 сантиметр, ұзындығы 30 сантиметр болады. Осылай қиып аламыз. Және де бізде алжапқышымыздың жан жағын кәсәбейкілейміз. Мен дайын кәсәбейкі сатып алдым. Кәсәбейкімен дайын кәсәбейкі тігетін боламын. Және де қыздардікіне осындай шілтер, яғни өздеріңізде қандай шілтер бар, соны тігіп шықсаңыздар болады. Менде фатинді складка жасап тігетін боламын. Ең алдымен осында маталарымызды 4 қайырып ішке қарай тігіп шығатын боламыз. Ендігі кезекте алжапқышымыздың осы 4 сантиметр сызылған жерін қайырып тігеміз. Бұл мойынның ұстайтын жерін, баулығын қатты ұстап тұру үшін қажет. Ендігі кезекте кәсәбейкімізді айналдырып толық тігіп шығамыз.
Ендігі кезекте фатинімізді менде ені 4-5 сантиметр болып қалады. Осы ұзын фатинімізді керек мөлшерде складка жасап тігіп аламыз. Өзіңіз қалай складка жасағыңыз келеді, өзіңізге ыңғайлы қылып складка жасап тіксеңіз болады. Енді осы складкамызды алжапқышымызға орнатып тігіп шығамыз. Ендігі кезекте екі баулығымызды және мойын баулығымызды орнатып тігіп аламыз. Тігіп болғаннан кейін ішкі жағына мойын баулықтың екінші жағын тағатын ілгегін қадаймыз және сол ілгекті тағатын мойын баулыққа ілгек тағатын жерін тігіп шығамыз. Мінекей біздің алжапқышымыз дайын болды. Қыз балдарға арналған, примерно 3 жасқа келеді. Мінекей ілгегін тақтық, ілгек тағатын жерін дайындадық. Осылай біздің алжапқышымыз дайын болды. Мынау қыздардікі болса, бұл ұлдардікі. Егер де менің осы бейнем сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.